Өмір өткелдері 2 бөлім. Барсам кішкентай бір ескі үйде тұрып жатыр екен. Қақпадан кіріп, жаңағы үйдің терезесінен ақырындап қарасам, анам пештің үстіндегі қара қазанға бірдемені бұлғап пісіріп, тостақандарға құйып өгей мен сіңілдеріме құйып беріп жатыр екен. Сөйтсем ботқа жегелі жатыр екен. Үстелде тек нан мен қара шай ғана. Анам мен өгейдің жүздері солғын, әбден жүдеп кеткен. Сөйтіп мен ақырын басып, «Мама!» деп есіктен кіріп келіп едім. Мені көрген сіңілдерім шықырап, «Айнаш әпке» деп маған қарай тарпа басталды. Анам да көзіне жас алып менімен жылап көрісті. Өгей состиып маған қарап, тұрған жерінде қатты да қалды. Сөйтсем өгей жүк көлігімен келе жатып, жол бойындағы өзбек ұлтының кішкентай баласын байқамай қағып кетіпті. Бала сол жерде тіл тартпай кеткенге ұқсайды. Содан анамдар өгейдің үлкен үйін, жүк көлігін, мал-мүлкін сатып, одан нағашыларыма барып жалынып-жалпайып жүріп, бір жылқысын сатқызып, күйеуін түрмеден алып қалыпты. Осылай құр ботқа жеп, қатты тарығып отырған кездеріне тура келген екенмін. Анам, «Сенің көз жасының обалына қалдық па? Бізді кешір, өгейді де кешір», деп жылай отырып менен кешірім сұрады. Бірақ мен кешіріп-кешірмегеніммен бәрібір өгейдің істеген іс-әрекеттері еш ақтауға келмейтін еді. Біздің балалық балғын шағымызды ұрлап, жаныма өшпес жара салған өгейді бәрібір жек көретінмін. Сөйтіп анамдардікінде біраз болдым да, нағашы көкемдердікіне бардым. Сол жерде нағашы көкелерім, «Айко, сен өзінің туған әкеңді көріп сөйлескің келсе, мекен жайын берейік, барып көріп қайт», деп туған әкемнің ауылына жол сілтеді. Мен осы кезде өзімнің туған әкем бар екен ғой, деп онымен танысып көргім келді. Сөйтіп әкемнің ауылына қарай жол тарттым. Әкем Келес ауданының бір колхозында тұрады екен. Сол жердің жергілікті таксистерінен сұрап едім, әкемді таниды екен. Мені тура әкемнің қақпасының алдынан тастап кетті. Қақпадан ішке кіріп едім, мені жүзі жылы бір әйел қарсы алды. Мен жағдайымды айтып, осы Өскен деген кісінің алғашқы некесінен үлкен қызымын деп едім, әкемнің әйелі біледі екен. Мені үйіне кіргізіп, әкемді шақыртуға кішкентай баласын жүгіртіп жіберді. Әкем егін басында трактор жүргізеді екен. Әлгі баласымен тез-ақ үйге келді. Мені көре салып, «Айнаш қызым, мені іздеп келген екенсің ғой», деп құшақтап, солқылдап, еңкілдеп тұрып жылады. Мен де әкеме қосыла егіліп жыладым. Осы кезде өз әкемнің маған деген әкелік мейірімін, махаббатын, маған деген сағынышын сезіндім. Әкем менен кейінгі сіңілім Гүлжауһарды сұрап жатыр. Ол Өзбекстанда, анаммен бірге, деп жауап бердім. Кейін байқап қарасам, менің түр-әлпетім тура әкемнен ауымайды екен. Әкем орта бойлы, толықтау келген, аққұба жүзді, қою қара қасты, толқынды қара шашты, көздері үлкен, жүзінен жылу мен мейірім шуақ шашып тұрғандай. Әйелі де өте мейірімді, түсінігі мол жан. Өскеннің үлкен қызы әкесін іздеп келді деп, бір қойларын сойып, ауыл ақсақалдарын шақырып, Құран оқытып, Құдай тамақ берді. Кешкісін әкемнің әпке қарындастарын, туған туыстарын шақыртып, менімен таныстыру кешін ұйымдастырды. Ертесінде әкемнің 2 әпкесі мен 2 қарындасының үйлеріне кезек-кезек қыдырып бардық. Әкем отбасындағы жалғыз ұл екен. Әпкелері маған алтын сырға салып, қарындастары бір-сыпыра киіндіріп, қонақ етіп шығарып салды. Әкем мен туысқандарымды көріп, көңілім көтеріліп қайттым. Кетерімде ол кісілер, «Осында бір қауым елміз, келіп тұр, туғаным жоқ деме», деп шығарып салды. Содан нағашыларымдікінде, әкемдікінде арасында анама барып келіп жүріп, сол анамдардың ауылында тұратын бір жігітпен танысып, көңіл жарастырып, ол мені алып қашып тұрмысқа шықтым. Барған жерім барлық жөн жоралғысымен той жасап, мені келін етіп алды. Обалы не керек? Барған жерім жақсы еді. Бірақ күйеуімнің бір мүкістігі бар болатын. Аудандағы бір төбелесте басы жарылып, бас сүйегінің бір кішкентай оймақтай шеті сынып, сол жері жаңа туған нәрестенің еңбегі секілді бүлкілдеп тұратын. Сол үшін мүгедектік алып ауыр жұмыс жасамайтын. Оның сонысы үшін анам мен өгей әкем, «Бұл мүгедек балаға бекер тидін, ертеңгі күні ол сені асырай алмайды», деп келген сайын миымды жеп айта беретін. Бірақ мен өзім ұнатып тұрмысқа шыққан соң, олардың сөздеріне мән бермей жүре бердім. Сөйтіп аяғым ауырлап, 1999 жылы ұлды болдым. Кейінірек 2007 жылы өзімнен 2 жас кіші бір әкеден туылған сіңілім Гүлжауһар аяқ асты қайтыс болды. Оның өліміне анам
өгей әкемді кінәлі санайды. Мен ұлды болғаннан кейін ұлым 1 жасқа толар толмас уақытта анам мен өгей әкемнің ықпалымен сүйіп қосылған алғашқы күйеуімнен ажырасып кеттім. Тура анамның тағдырын қайталап баламды алып анама келсем, олар Қазақстанның Пенсовхоз деген ауылына көшіп кетіпті. Сөйтіп мен баламды алып артынан бардым. Барсам анамдар бір үйді жалдап дүкен ашып жағдайлары түзеліп қалыпты. Содан бара салып анам менің баламды бауырына басып маған: "Сен әлі жассың, оқуға түс, жұмыс істе, көрікті қыздың ғой, әлі-ақ бағың ашылып тұрмыс құрып кетесің, ал баланы маған қалдыр, өзіміз бағып өсіріп аламыз" деді. Сол кезде шындығында жастықпен ойланбай, күйеуімнен ажырасып, баламды анама беріп, Шымкент қаласына оқуға түсемін деп артыма қарайламай кете беріппін. Содан Шымкентке келіп, нағашы әпкемдердің үйіне жайғасып, жоғарғы оқу орнына мұғалімдік мамандығына құжат тапсырдым. Алайда оқуға түсе алмадым. Сонымен қалада жұмыс істеймін деп табылған жұмысқа кіріп істеп жүрдім. Арасында анама барып баламды көріп тұрдым. Бірақ анам менің ұлымды бауырына басып алып, тіпті өгей әкемнің тегіне жаздырып та алыпты. Кейін ұлым өсе келе анам мен өгейді өз әке-шешесі ретінде қабылдап, маған әпке ретінде қарайтын болды. Сөйтіп мен Шымкенттен келіп кетіп жүргенімде бір әкеден туған сіңілім Гүлжауһар Шардара деген жерге өз қалауымен ұнатқан жігітіне тұрмысқа шықты. Гүлжауһар өте ақылды, сабырлы, жанашыр, мейірімді қыз еді. Осы уақытқа дейін анама болысып, кейінгі сіңілдеріме қарасып жүрді. Алайда біраз жыл бала көтере алмай, күйеуі емделіп жүрді. Осы аралықта 5 жыл уақытта зулап өте шықты. Осы аралықта Славянка деген Өзбекстанмен шекаралас жердегі елді мекеннің бір үйленіп ажырасқан жігітімен танысып тұрмысқа шықтым. Екінші күйеуім ірі денелі келбетті жігіт еді. Мені құда түсіп сырға салып, барлық жөн жоралғыны жасап, анамның үйінен алып кетті. Бұл күйеуіммен 2 жылдай өте жақсы тұрдық. Алайда осы жыл ішінде мен құрсақ көтере алмадым. Кейіннен күйеуімнің шекаралас Өзбек мемлекетінен мал ұрлап алып сататын кәсібі бар екенін байқап қалдым. Сол арада екеуміз қатты ұрсып қалдық. Ол маған бала көтермедің деді. Ал мен оған сен ұрлықшысың деп, сол сөзім үшін таяқ жеп, ол күйеуіммен де ажырасып кеттім. Сөйтіп, сол жерге жақын маңдағы ауылдағы нағашы жеңгемнің үйіне қашып кеттім. Сөйтіп, өз-өзіме келіп, сол үйде тұрып жатқаныма 1-2 айдай уақыт болған кезде екінші күйеуім басқа бір қызға үйленіп алыпты дегенді естідім. Мұны естігенде кәдімгідей біртүрлі көңілім құлазып қалды. Менің мұндай көңіл күйімді көрген жеңгелерім маған жігіт іздеп, менен 13 жас үлкен үйленіп ажырасқан жігіт ағасымен таныстырды. Қарасам, бұл кісі сап-сары, көзі көкшиген, тура өгей әкеме ұқсайды екен. Содан мен бұл кісіге тұрмысқа шықпаймын, сары адамдарды жеп көремін деп, ол кісімен сөйлесуге де үзілді-кесілді қарсы болып кетіп қалдым. Сөйтіп үйге келіп жатсам, таңға жуық бір түс көрдім. Түсімде 2 қанаты бар ақбоз атқа мініп, әуеде қалықтап ұшып келеді екенмін. Содан жаңағы аттан құлап қалмайын деп қорқып отырсам, арт жағымнан белінен қапсырақ құшақтап бір жігіт отыр екен. "Қорықпа, мен бармын ғой, құламайсың" дейді. Ақырын бұрылып қарасам, күндізгі жеңгелерім таныстырған кісі екен. Сөйтіп бұл кісі мені ұнатып қалып, қайта-қайта келе берген соң, іштей оны ұнатпасам да, сүймесем де, тағдырыма мойынсынып тұрмысқа шығуға келісім бердім. Бір жағы жеңгелерімнің де ықпалы болды. Сөйтіп 3-ші рет осы кісімен отбасын құрып, бұрынғы туған әкемнің ауылына келін болып түстім. Бірақ әкем бұл ауылда баяғыда анаммен бірге тұрған екен. Кейін басқа ауылға көшіп кеткен. 3-ші күйеуіме тұрмысқа шыққаннан кейін бара салып аяғым ауырғады. Сөйтіп бір күні сырттағы ошаққа тамақ жасап жатсам, дарбазадан сіңілім Гүлжауһар кіріп келді. Қарасам, іші томпиып шығып қалыпты. Сөйтсем аяғы ауыр екен. Жүзі бал-бұл жанып, екеуміз қуана құшақтасып көрістік. Гүлжауһар көптен күткен ана бақытына бөленетінін айтып, осы қуанышты жаңалығымен менімен бөлісуге келген екен. Сөйтіп менің үйімде аунап-қунап 1-2 күн жатып қайтты. Кейін іштегі нәрестесі 6 айлық болғанында іштен шетінеп кетіп, дәрігерлер кесір тілігін жасап алған екен. Жалғасы бар.